Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта әліпби бірінші сынып 29-шы сабақ. Тақырыбымыз Т дыбысы мен әрпі. Балалар каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады балалар. Сонымен балалар Т дыбысы мен әрпі. Балалар Т қандай? Т көк түспен берілген, яғни Т әрпі дауыссыз дыбыс, Т-ның таспаша және жазбаша түрі берілген, үлкен Т әрпі мен кішкене Т әрпі берілген. Балалар, осылай әдемі етіп әліппе дәптерлеріңізге жазыңыздар. Т әрпін түймелерден жасап көрсетейді. Үйден өздеріңіз түймелерден Т әрпін жасап көріңіздер балалар. Балалар, суретте не берілген? Суретте атасы немересін атқа мінгізіп отыр, Яғни балалар, ат деген сөзде Т дыбысы кездесіп тұр, А дауысты, Т дауыссыз дыбыс, Т балалар, Т өздеріңіз қайталаңыздар. Атасы немересін атқа отырғызды, Бұл жерде ат деген сөз. Енді балалар, оқиық берілген сөздерді. Ат, от, ата, ота, атта, отар. Енді суретке назар аударайық. Тастан, атта, атта, ата. Яғни немересі атасын айтып тұр, Ал енді екінші суретке назар аударайық. Анау, отар. Тастан, отар, арала. Осылайша сөздерді дұрыс, қатесіз, мұқият өздерің қайталап оқыңыздар, балалар. Ал енді үшінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, суретте не берілген? Жоғарыда, яғни 3 дауыссыз дыбыс және 1 дауысты дыбыстан кесте берілген, Осы кестеге қай суреттегі сөз сәйкес келеді? Соны бірге табайық, балалар. Бірінші суретте бота. Ботаның суреті, бота дегенде 2 буын, 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Бұл, яғни кестеге сәйкес келмейді, Ал енді екінші сөзде құрт. Құрт деген сөзде бір ғана дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс, яғни бұл жоғарыдағы ұяшықтарға сәйкес келеді, Құрт сөз болып тұр бұл жерде. Үшінші суретте түйе. Түйе деген сөзде 2 буын, 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс. Бұл да ұяшықтарға сәйкес келмейді. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.